Мен негізі мына Бөкентау құрылыс заттар магазинінде охранникпін. Өткенде ғана трубадағы жағдайдан кейін осы жерге заттарымды өткізейін деп келіп тұрған болсам, мен Нұртай бастық жүр екен. Нұреке охранник керек емес пе? Мен Астанада жұмысшы жүремін деп. Керек деп алып ала ғой жұмысқа. Сонымен бұл жерге бір қуанғаным, қатындар келмейді. Құрылыс заттары болғасын, қатын келе бермейді ғой. Қатын көрсем қорқып қалдым, мен бірдеңе ұшыраймын қатын көрсем. Сонымен жақсы болды, еркектер жақсы жұмыста отырам. Мен кеше отырам жұмыста бір мынадай қатын кірді. Одан екі есе сары шошқадай күйеуі бар екен, екеуі кіріп келді. Құрсыншы деп, бірдеңе ұшырап қаларым деп журнал ұстап отырып, бірдеңе жазып отырмын енді. Өтіп кетті да былай қарай. Сонымен покажите мне здесь, извините, кто я здесь деп айқайлап жатыр. Балдар анақта клиенттермен жұмыс істеп жатыр екен. Құрсыншы деп бара салдым қасына. Келіп ем, жаңағы мына шуруптарды сұрап тұр екен. Пятый покажи, бірдеңе деп жатыр енді, миымда түсінбеймін ғой мен орысша. Сонымен мына жерде әйелі валик қарап тұр екен. Көзім түсіп кетті, ана жамбасының екі ортасына көйлегі кіріп тұр екен да. Сонымен қалай түсіндіресің оны? Мен тұрдым да құрсыншы байқамай қалады шығар дедім да. Жаймен бүйтіп тартып қойдым. Сөйтіп тұрып, ана қатын бүйтіп бұрылды да, вы что себе позволяете, извращенец, бірдеңе деп маған айқайлап жатыр. Сонымен сасқа таққадым да, не істерімді білмей қалдым да, қайтып резко орнына тығып қойдым ғой. Сонымен тұрды да бара деп орысша жіберді ғой маған. Сонымен күйеу еркек қойын түсінеді ғой, түсіндіретін шығармын, соған айтып деп бұрылып қалып ем, шың ете қалды ғой бірдеңе. Сонымен есімді жинап тұрсам, Нұртай бастықтың кабинетінде отыр екенмін. Сонымен түсініктеме жазып, жұмыстан шығарып жібер ма дедім, қайта жұмыстан шығармады. Сонымен Нұртай бастық айтты, сен жолың бәрі ауыр екен, в общем, Қызылордаға сені оқытайық қайтадан, оқытып жолыңды ашып келеміз деп Қызылордаға жіберіп жатыр қайтып. Ана өткендегі таксисттің историяларын бәрін көріпті ғой сендердің каналдарыңнан. Адам қара бет қылып сендерде. Сол енді Қызылордаға кетіп баратырмын, февральда Құдай қаласа қайтып келемін жұмысқа амандық болса.